Assalamu alaikum YouTube желі қолданушылары. Өгөнлік көрсетіп жатқан себебіміз осыны қысқаша кесудің бір жолын көрсетіп жібергім келіп отыр. Осы сәтті пайдаланып. Жалпы өгөнлік кескенде әсіресе мына үлкен объемды өгөнліктер бар, 63-тен жоғары. Кескен кезде кішкене білім болмаса, бұл болгарканың тісін қысып қалуы мүмкін. Ол қалай, мысалы үшін біз өгөнліктің бір шетін кесіп тастаймыз, әбден кесіп тастаймыз да. Екінші шетін кесіп отқан кезде өгөнліктің салмағымен кесіп отқан жағына қарап майысуы мүмкін. Сол майысқанда осы аралық болгарканың тісін қысуына себеп болады. Ол енді қол үйреніп кеткеннен кейін өйтіп сындыруға дейін апармайсың, бірақ соған дейін кішкене білу керек болған жерлері бар. Әркім әртүрлі кесуі мүмкін. Мен әдетте осыны былай кесем, төбесінен кесіп басталады, болгаркамен кесіледі. Екі шетін бірдей кесіп отырамыз. Яғни бір шетін әбден кесіп тастамай, екі шетін анан кесеміз. Болгарканың диаметрі үлкен болатын болса, сірә бір салып кесе беруге болады, бірақ кішкентай бойы жетпейтін болгаркалар болатын болса, онда екі шетінен кесіп бара береміз. Түбінде 4-5 мм қалғанша бірдей қылып кесеміз. Сосын өгөнліктің өзі салмағымен төмен қарай, енді әбден кесілгеннен кейін түбінде құрттай қалғаннан кейін салмақпен басылады. Жерге басылып тиген кезде уже шетін кесіп тастап, екінші шетін арқайын кесіп тастай беруге болады. Ол өгөнліктің басы жерге тигеннен кейін, жердің өзі өгөнлік тіреп тұрады, екі шетке қашырмай. Сондықтан арғы бір шетін кескен кезде ол өгөнлік салмақпен майыспайды, себебі ол өзі жерге тірелді да. Соны есепке алып, осы өгөнлікті кессеңіздер болады. Қазір мен жүйесін көрсетейін. Міне осылай өгөнліктің басы жерге тірелгенше өстіп екі шетінен алып отырамыз. Мына шетін кесеміз. Айтып отқандай, болгарканың диаметрі кішкентай болса, сірә екі шеттен кезектесіп салу керек болады. Сөйтіп, осынша қалғанда, өгөнліктің өзінің салмағымен жерге тіреледі. Жерге тірелді. Енді бір шетін кесіп тастаймыз. Мына салмақ көп бөлігі жерде жатқаннан кейін, ол кескен бөлігі былай қарай майыспайды. Дәл солай кесіліп қалады. Сосын мына шетін кесіп тастаймыз. Осы қысқаша пайдалар. Біздің YouTube арнамызда бұндай қысқа пайдалар деген өзінің арнайы бөлімі бар, содан қарасаңыздар болады. Аллах берекет берсін.